Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі бірінші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз көктем сәні және о дыбысы. Сабақтың мақсатымен таныс болайық. Балалар, әдеттегідей жаңа сөздерді оқып, бірге қайталаймыз. Таза, чистый. Жылы, теплый. Сән, красота, прелесть. Жаңбыр, дождь. Су, вода. Теперь повторяем новые слова. Таза, жылы, сән, жаңбыр, су. Тамаша. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға кезек береміз. Суретке қара, тыңда, қайтала. Посмотри на картинку, прослушай, повторяй. Бір күні арыстан аңдарға сұрақ қояды. Суретке қарайық. Однажды лев задает вопрос зверям. Көктем сәні не дейді? Көктем сәні переводится прелесть весны. Көктем сәні. Аңдар былай деп жауап береді екен. Жылы жаңбыр, теплый дождь, таза су, чистая вода. Қоян не дейді? Қоян былай дейді. Жылы күн. Заяц говорит. Жылы күн, теплый день. Әдемі гүлдер дейді. Түлкі. Красивые цветы. Аю не дейді екен? Әдемі ағаштар. Красивые деревья. Жылы жаңбыр, таза су, жылы күн, әдемі гүлдер, әдемі ағаштар деген екен. Ары қарай екінші тапсырманы толықтырып айтыңдар. Дополните предложение. Ответьте на вопросы. Сұраққа жауап беріп көрейік. Су қандай, балалар? Вода какая? Таза су. Чистая вода. Жаңбыр қандай? Жаңбыр. Жаңа қалай оқыдық? Жылы жаңбыр. Гүлдер қандай? Ағаштар қандай? Цветы какие? Әдемі гүлдер, әдемі ағаштар. Күн қандай болады екен? Жылы күн. Тамаша, дұрыс жауап бердіңдер. Енді үшінші тапсырма. Суретке қара, толықтырып айт. Дополните предложение и расскажите. Әдемі нелер? Әдемі гүлдер, цветы. Әдемі ағаштар дейді аю. Қандай күн? Жылы күн дейді қоян. Көктемде күн өйткені жылынады. Қандай су екен? Таза су, чистая вода. Күн не дейді? Жылы жаңбыр дейді. Дұрыс жауап бердіңдер. Сұраққа жауап бер, өз ойыңды айт. Балалар, көктемнің сәні не? Ответьте на вопросы. Расскажи свое мнение. Көктемнің сәні не екен? Әрине, таза су, жылы күн, әдемі гүлдер, әдемі ағаштар. Дұрыс. Енді балалар, о дыбысын қайталайық. Бірге оқимыз. О бұл дауысты дыбыс. Ол жуан айтылады. О гласный звук. Произносится твердо. Бірінші суретке қарайық. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Менің атым Олан. Олан – это имя мальчика. Мынау Олан. Ошақ, жұлдыз, сұр. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ответьте на вопросы. Кім? Мынау Олан. Олан кім? Олан бала. Не? Что? Мынау не? Мынау ошақ. Мынау жұлдыз. Дұрыс, балалар. Неше? Сколько? Неше ошақ? Неше жұлдыз? Бір ошақ, бір жұлдыз. Қандай? Какой? Мынау қандай түс? Это какой цвет? Мынау сұр түс. Сұр. Серый.
Теперь повторяем вместе. Оğlan, ошақ, жұлдыз, сұр. Оğlan, ошақ, жұлдыз, сұр. Тамаша. О дыбысын дұрыс айтуға дағдыланыңдар. Ендеше балар, жазу дәптеріндегі бірінші, үшінші тапсырмаларды ашып мұқият орындаймыз. О дыбысын қайталаңдар. Повторите букву О. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.